Саусақтарыңызды аямай лайк басып тастаңыздар. Лентаға көбірек шығып, жаңағы тұруға жақсы. Сіздер мына Қытайдан келген қазақтар туралы менің мәлімдемемді тоқтаусыз таратыңыздар. Себебі бұл тек Қытайдың қазағының мәселесі емес. Сіздер енді бір нәрсені түсініп келе жатсыздар деп ойлаймын. Біз Қытайдағы қазақтың да мәселесін шешеміз, және мына нұрғауындық жүйенің де мәселесін шешеміз. Бұны ойламаңдар, Қытайдағы қазақтың мәселесі бұл шекараның ар жағында бір азғантай қазақ. Біріншісі аз қазақ емес, ол 3 миллионда 5 миллион қазақ. Екіншісі ол жер құрттай жер емес. Ол ата бабамыздың ежелгі 77 ата бабамыздың жері. Ол кешегі Абылай ханның ту тіккен жері. Ол кешегі Қабанбай бабамның жоңғардан қазақты азат қылған жері. Ол сол 300-дің қазағының бәрінің сол соңғы Аңырақай шайқасында бүкіл батырдың бейіті жатқан жер. Біз 300-дің батырының бейіті қорымы жатқан жерден шыққан қазақпыз. Сондықтан ол жер қазақтың ежелгі жері, 77 ата бабамыздың жері. Және ол жерде қазақ аз емес. Және ол жердегі қазақтың мәселесін сіздер ойламаңыздар, сол азғантай бір құқы тапталған мәселеде шешіледі. Бұл мәселеде Қазақстан билігі өте үлкен қателік өткізді. Себебі нұрғауындық жүйе Си Цзиньпиндік жүйеменен бірге тізе қоса отырып, бірге жоспарлап, сол жерде өзінің ата бабасының жерінде отырған, тілін сақтап қалған, дәстүрін сақтап қалған, ақсүйек сортты қауымын, асыл текті қауымын сақтап қалған. Мысал қараңдар, 1000 жылқы тұр. 1000 жылқының ішінде қаншауы сәйгүлік. 1000 жылқы тұр, қаншауы жаңа қойшының жаман мәстегі. Сол өзінің ата бабасының жерінде отырып, тілін, дәстүрін, нанымын, сенімін сақтап қалған, сектанттық бағытқа кетпейтін, ата бабасынан келе жатқан қанды, тектілікті өмір сүру формасын сақтап қалған, әлі керек десең көшпенділік өмірді де сақтап қалған бір бөлік қазағы бар. Керек десең ұлт үшін, намыс үшін, атқа қон десең кешегі Бахадүр Еділ Батыр сияқты, Қабанбай бабамыз сияқты, кешегі сол Бахадүр бабаларымыз сияқты атқа қонатын, күні кеше Қытай мен алысып өмірін арнаған Зұқа батыр сияқты, күні кеше осы 1950 жылға дейін Қытаймен алысып, ең соңғы демі қалғанға дейін Қытаймен соғысқан Оспан батыр сияқты, Елісхан батыр сияқты, сол жерде республика құрудың бірінші оғын атқан Әкбар батыр, Сейіт батыр сияқты сол қазақтарды сол Қытай коммунистік партиясымен бірлесе отырып, құртып, қытайластырып, дінінен айырып, рухынан айырып, нәсілінен айырып, қанын бұзып, бұл жерде текті бұзып, міне қызын Қытайға тигізтіп, ұлын Қытайдың жаңағы салдақыларымен арамдатқызып, ана нәсілін бұздырып, сөйтіп құртау жоспары жасалған осы нұрғауындық жүйе екендігін дәлелдеп жатыр. Соның дәлелі міне атажұрт еріктілеріне жаңағы өздерінше тіке келе алмай, қарғайын десем жалғызым, қарғамайын десем жалмауызым деп, атажұрт еріктілеріне ашық қысым жасайын десе, шетел бірақ дүр көтеріледі, одан қорқады. Ашық қысым жасамайын десе, Қытайдың қылмысын ашып жатыр. Қытаймен бірге өзінің артын ашып жатыр. Сонымен атажұрт еріктілерінің маңына арыз беруге келген елді үркітіп қорқытады екен. Мен қазір бұл мәселені ашық түрде айтамын. Мынау Қытайдан келген қазақтардың алдымен түріне, киінісіне, сөзіне, мінезіне қарайды екен. Егер бір жуас, момын, жаңа қоймен кеткен, не кәсіппен айналысатын шаруаның адамы болса, жаңағы өзін-өзі Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетінің адамымыз деп таныстырған қазақтар оған зіркілдеді екен. Сен абайла, сені кез келген уақытта Қазақстанның азаматы болғаныңа қарамай Қытайға қайтарып жібереміз. Сен ол Қытаймен қазақтың достығын білдірме. Сені деген бүйте саламыз, сенің деген пәлен деген құдаң түген деген нағашың пәлен деген жүйенің қайын жұртыңда пәлен деген адам сол Қытайдың жаңағы пәлен деген жерінде тұрады екен, сен абайла, достықты білдірме деп. Әгіге зүркілдеп, тура, екі аяғын бір етіп кеттігіп, әгі қорқақ өзі жуас байқұстың екі көзін алақандай қылып, тізесін дірілдетіп қайтады екен. Міне тактика. Екіншісі, сауатты, білімді, сен кімсің, құжатыңды көрсет. Ұлттық қауіпсіздік комитетінікісің бе, қай жердікісің, аудандікісің бе, қалашықтікісің бе, облыстікісің бе, көрсетсеңші, жүр мекемеңде сөйлесейік. Жоқ, сен Қытайдың диаспора ұйымдары жіберген өтірік шығарсың. Мына киімің ол да өтірік шығар. Қытай киімді тіге береді деп, пысық қазақтарды көргенде, тура құйрығын бұтына қысқан ауылдың қаншық иті құсап, мәшідеріне отырып тұра қашады екен. Жаңа жігіттер телефонды алып, сен кімсің?
Әкелші фотоға түсірейік деп телефонды алып бүйтіп ұшқан кезде машинесі, нөмірі жоқ машинесіне мінген беті қашып жоғалады екен. Куәлігін көрсету, ұлттық қауіпсіздік біз деген жоқ. Демек, бұл жерде бір әңгіме тұр. Айналайын, арызданатын қазақтар және осы тақырыпты көтеріп жүрген жергілікті қазақтар да бар, белсенділер де бар, бәрлерін айтамын. Кімде-кім саған келсе, біріншісі, үйіңнің маңында айналасында туысың, әйелің, балаң, шаған, көршіңді шақырдағы бәрі телефонын алып шықсын. Міне, телефонды алып шықсын. Біреулері офлайн режимде түсірсін, тұнық болады. Екіншісі кәдімгі Facebook'ты қоссын да, не YouTube'ты қоссын да, тікелей эфирге сақ еткізіп қоссын, міне. Ал айтшы, кімсің сен деп, тұра қал. Кімсің? Атың кім? Дархан. Дархан кім? Фамилияң кім? Фамилияң бар ма? Айт фамилияңды. Иттен тудың, есектің баласың ба? Шошқабайсың ба? Шошқабайыпсың ба? Дархан кімсің? Есекбайыпсың ба? Айт. Ал айтады. Нұрғауынбайыппын дейді. Сосын құжатыңды көрсет. Әкел, мен фотоға түсірем. Сен құпия болса сөйлеспеймін. Онда жүр, мекемеңе барайық. Облыстық киімбі ме? Барайық жүр. Аудандық киімбі ме? Барайық. Сен қайдан білесің? Мына форма дейді. Форманы кім біледі? Қытай тігіп бере саған шығар. Сен Қытай диаспорасы ұйымы Омарәлі Әділбектің, Қытай диаспорасы ұйымы Дүкен Мәсімханның, Қытай диаспорасы ұйымы Мұқан Мамытханның жандайшабы шығарсың. Айт, атыңды кім? Қай жерде істейсің? Полицейсің ба? Айт, құжатыңды көрсет. Менімен сөйлесу туралы арналы санкция тапсырма бар ма? Ордер бар ма? Бұйрық бар ма? Әкел көреді. Сол кезде жел шығар. Олар сол ұлттық қауіпсіздік комитетінің шынайы жоғарыдан келген тапсырмасымен кеп тұрма? Жоқ. Омарәлі Әділбек, Дүкен Мәсімхан Қытайдың консулынан алған $1000 беріп, барып анда түгеншені қорқытып кеші деп беріп отырма. Осыны анықтау керексіңдер. Себебі Қазақстанның полициясы де, киембісі де сатымсақ. Сен оған $1000 беріп, әкеңнің сүйегін қазып әкеп бер десең, қазып әкеп береді олар. Сен оған $1500 беріп, шешеңді өлтіріп алып кел. Шешеңді өлтіріп, пісіріп, үстіне қызыл бұрыш, қара бұрыш қосып алып кеп бер, сорпасын ішем десең, әкеп береді. Ыстық әкеп берейін ба, салқын сорпа ішесіз ба? Тұзын көп қылайын ба, аз қылайын ба деп сұрайды. Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігі, Қазақстанның полициясы сатымсақ. Олар сондай менталитетте тәрбиеленді. Олар мал. Кәдімгі мал олар жүрген. Олардың мына Қазақстанның қарулы күштерінде, ұлттық қауіпсіздігінде, полициясында жүрген азаматтар, осы қазақтың жастарын тұтқындау қатысқанның бірі қалмай, ертең жазаланады. Жоғары лауазымдысын ұзақ жылға, төмен лауазымдыларын қысқа жылға жібереміз. Сондықтан қазақтың асыл азаматтар білмей қалып, жұмыс солай екен деп, білмей қалып, сол командаға қосылып қалғандар жұмыстарыңнан рапорт беріп шығыңдар. Еден жуып, туалет жуып, әжетхана жуып жанбағыңдар, есектің артын жуып жанбағыңдар, таксист болыңдар, егін егіңдер, мал бағыңдар, қи тасыңдар, жем тасыңдар, жандарың аман қалады. Мынау қазіргі нұрғауындық жүйеге қызмет істеген, нұрғауындық жүйенің қазақтарға жасаған осы зұлым саясаты қызмет істегендердің біреусі, ертең сен мен бұйрық атқардым деп ақтала алмайсыңдар. Көрдің ба? Сондықтан мына жердегі әңгіме барлық арызданушылар, туысы қамалған қазақтар және соған көмектесуші жергілікті қазақтар, арыз жинаушылар, аудармашылар, ағылшын тілді әрбір облыс аймақтардағы біздің қолдаушыларымыз осы әңгімемді міндетті түрде жеткізіңіздер. Жаңағы сіздерге барып атажұртқа арыз берме, қорқытып үркітетіндер, Қытайдағы туыстарыңның аты жөнін жатқа айтып беретіндер, суретін көрсететіндер, сендер екі елдің достығын бұзбаңдар, мен сендерді қайтарып жібере аламын дейтіндердің барлығы заңсыз. Және ондай ақпаратты көргенде бірден бізбен хабарласып бізге жеткізіңіздер. Бұл бір. Екіншісі, жаңағы сұмырайлар сауатты азаматтарды көрсе, ойбай, мына Атажұрт деген Ербол Дәулетбектің заңда атажұрты бар тіркелген, Қыдырәлі Ораздың заңда атажұрты бар тіркелген дейтін боққап. Сосын мынау фейк титушкалар бар ғой. Мына фейк титушка, өтірік жаңағы далбақбай, өруге рұқсаты бар иттермен, аңырауға рұқсаты бар есектері бар. Солар енді осы Қытайда қазақ тақырыбын көтеретін баққапты. Ал бұның барлығы неден шықты? Бұның барлығы Астанадан нұрғауындық жүйеден тапсырма берді. Мына Қытайдың артын ашатын, қой десе қоймайтын, тоқта десе тоқтамайтын, қыз берсе сатылмайтын, ақша берсе алмайтын, мансап берсе отырмайтын, мына нағыз атажұртты сөйлетпеу керек, оларға ана лицензионный өздерінің маймылдары сөйлеу керек.
Сондықтан Қыдырәлі Оразға аяқ астынан тапсырма берді. Аяқ астынан ойбай Қытайда бәрі шығып еді, қайтадан ұстапты деп ана маймыл, ана беті түйенің табанынан қалың маймыл шыға қалды. Міне, сосын ана қалың өтірік титушкалар бар, өтірік ереуілге шығып өтірік жүрген, соның бәрі қазір осы тақырыпты көтере қалды. Міне, маймылдар, сол маймылдардың бәрі кезінде Атажұрттың офисіне келіп алатын. Соның маймыл екенін білетінмін мен. Бәрін Атажұрт қайта, мынау маймыл, анау маймыл, мынау ұрғашы маймыл, мынау еркек маймыл деп айырып беретінмін мен. Мен маймылдарды бір қарағаннан айырам да, өртеп жіберсе күлін иіскеп танып алам мен. Сонда жүретін, ойбай бұлар сонда офистен қуып жібермей жүре берсін түсіріптен. Видеоны көріп түсіріп жүре берсін. Бұларға сен түсірме десең де біздің түсірген видеомыздан көрі. Түсіріп жүре берсін. Сөйтіп кім біледі, маймылдықтан ұяттар оянып та қалама дейтінмін әуел. Себебі олар да Фейсбукте жүргізеді, олар да сотқа қатысады, салтанаттың сотына қатысады, қашып келген жігіттердің, қыздардың сотына қатысады, шекара бұзған. Міне, сол маймылдарды отырып алып шай ішетімін, маймыл екенін білем ғой, сосын айтатым, өз қазағың ғой, ертең сенің басыңа келеді, сенің неңе келеді. Оянсаңдаршы. Себебі ол маймыл болғанмен оның видеосын көріп, шынайы қазақтарға ақпарат жетеді, сол маймылды батыр деп жүрген. Бірақ бәрібір біз ақпаратты жасаушымыз, таратушымыз, бәрібір халық ең соңында бүкіл ақпараттың көзі бізге келетін белгілі. Маймылдар тек таратушы. Маймылдар тек таратушы. Міне, сондықтан бұл жерде қазір осы шыны бар, өтірігі бар фейктердің барлығы қазір қайтадан ойбай Қытайдағы қазақтардың тақырыбын көтерейік дей қалғаны. Бұл не? Бұл тапсырма. Неге? Біз Америкаға, Еуропаға, Қазақстан билігі Қытайда қорлық көрген қазақтардың тақырыбын көтерткізбей жатыр. Сендер Қытайды жазалауда енді оңай емес, санкцияң бар, анауың бар. Мына Қазақстанның билігіне енді ашық кірісіңдер, себебі Қазақстанды сендер бір қалпақпен ұрып құлатасыңдар ғой. Мына сұмырай бір жеріне қарамай, мына итекеш итте сүйекті жұтар кезде бүйтіп артына қарайды дейді. Арт жағына қарап, ана сүйекке бір қарайды екен, бүйтіп мынаны жұталам ба деп қарап, артына бүйтіп қарап, ана сүйекке қарап, артына қарап, сөйтіп ойланады екен дейді. Мына Қазақстандағы нұрғауындық жүйе, мына намысын жоғалтпаған, тау келсе сүзетін, тас келсе шайнайтын, қызыңа алданбайтын, мансабыңа алданбайтын, ақшаңа алданбайтын, қой десең қоймайтын, қарғайын десең жалғызын, қарғамайын десең жалмауызын болған, істеген ісінен, ұстаған бағытынан қайтпайтын, ер сөзінен жігіт жолбарыс ізінен қайтпайды дейтін, мына бізге енді шамалары жетпейтінін біліп, ойбай біз Қытайдағы геноцидке біз қарсымыз, міне біздің міне қалың маймылдарымыз міне конференция өткізіп жатыр. Әне ана маймылымыз жазып жатыр. Міне мына маймыл эфир жүргізіп жатыр. Әне аналар арыз жиып жатыр. Жоқ, ол Серікжан деген өзі жаңағы осындай адам бізге мәнсап берді, $1 миллиард берді, сосын ол қашып кетті. Біз міне бізде демократия деп Еуропа мен Американың алдында ақталып жатыр. Балта тигенше дөңбек жал тауыпты, сасқан үйрек артымен жүзіпті дегендей, Еуропа мен Американың алдында енді бір жерлері өртеніп тұрды.